Ассаламағалейкум достар, сіздермен Қытайдан сәлемдеме арнасы. Бүгін бізде кезекті сәлемдемелер келіп отыр. Бұл гитараға арналған құралдар. Бисмилла деп ашып көрейік. Ішінде ештеңе жоқ. Жақсы қаптаған деп айтуға болады. Өйткені бұл темір. Міне темірді, бірақ мына пакеттің шаңы жаман. Бұл сәлемдеменің бағасы 402 теңге тұрады. Білмеймін, мен есімде жоқ, бұл темір деп жазылған болатын, қателеспесем. Ана жақта пластмасс және де сапасы нашар секілді. Өйткені мына жерде көрініп те тұр. Пластмасын дұрыс құйылмаған секілді. Білмеймін. Немесе қолданылып шаруасы біткен дүние секілді. Қазір гитараға қыстырып көреміз. Екінші сәлемдемені ашып көрсетейін, екеуін бірге көретін боламыз. Бұл сәлемдеме естіліп тұрғандай гитараға арналған шейкер деп айтады. Ішінде ештеңе жоқ. Бұл сәлемдеме 326 теңге тұрады. Мынадай бар. Кішігірім шейкер. Бұл саусаққа киіліп, гитарада тартқанға екінші қосымша бір дыбыс беріп тұратын осындай дүние. Қазір гитараға мына каподастырды қыстырып көрейік. Жалпы білмеймін, қалай қыстыру керек екенін көреміз қазір. Бұлай қысатын секілді. Жалпы қысып тұр, бірақ та өте қорқынышты, сынып кететін секілді. Енді шекерді қыстырып көрейік. Осындай бір гитарамен ойнағанға қызықты бір осындай құралдар. Бүгінге осымен тамам. Келесі кездескенше сау болыңыздар.